Жақсы, тағы да ассалаумағалейкум, қайырлы кеш или қайырлы күн, менің сүйікті де сүйкімді оқушым. Бүгінгі тақырыпта біз гаметогенезді талдайтын боламыз. Сперматогенез және овогенез деген сияқты, иә. Давай ең алдымен вообще в целом жаңағы сперматогенез сатысы қай жерден басталады дегенді. Біз білеміз, иә, олардың бастамасы сперматогония екен, иә, сперматогония. Міне, сперматогония. Бұл бізде бастамасы. Біріншіден, ол қайдан келеді? Маған қараймыз. Бізде енді жаңағы ұрықтану жүреді ғой. Гамета мен гамета қосылған кезде, гамета плюс гамета, сонда бізде зигота пайда болады. Ол зигота болашақта осындай эмбрион болып дамиды екен. Осындай эмбрион болып дамиды екен. Енді эмбрионның өзінің даму сатылары болады. Алдағы уақытта өтеміз, но кішкене бүйтіп өтіп келе сай. Иә, даму сатылары болады. Бұл жақта бізде мындай күшті гонада деген нәрсе сөйлеткен. Гонада деген не? Гонада деген биологиялық орын, который болашақта бізде кәдімгі без болады. Безге айналады, иә, болашақ без. Бұл бізде гонада. Болашақ без. Екінші тарапта бізде осындай жұмыртқа немесе сарыуыз қапшығы болады екен. Сарыуыз қапшығы. Бұл сарыуыз қапшығын не үшін айтып отырмын? Сарыуыз қапшығында бізде осындай жасушалар болады екен. Бұл жасушалар өздері осындай бір ортада өнеді, өседі, и потом эмбрионға қарай бағытталады. Бұл жасушалар бізде гаметогенездің бастамасын береді. То есть, жаңағы айтып отқан видео сабақтағы сперматогония, анау мынау дегендер бар ғой. Сперматогония, анау мынау дегендердің атасы бізде осы сарыуыз қапшығында дамиды екен. Сарыуыз қапшығында. То есть, сарыуыз қапшығында жасушалар түзіледі. Сол жасушалар мына гонадаға барады. Гонадаға барғаннан кейін, мынаның жасушалары гонадаға барғаннан кейін жасуша плюс гонада дейікші. Сонда бізде жаңағы сперматогония пайда болады екен. Немесе овогония. Болды. Бұл бізде общий дамуы через митоз. Потому что бізде плод, эмбрион дамып жатыр ғой. Өсіп жатыр. Ол через митоз өседі. Митоз деген не? Ол соматикалық жасушалардың дамуы. Немесе бөлінуі. Дене жасушалардың бөлінуі. Все, надеюсь, таныс. Түсінікті, иә? То есть, сарыуыз қапшығында жаңағы жасушалар болады. Бұл жасушалар пока белгісіз кім болатындары. Иә? Бұл жасушалар гонадаға кіргеннен кейін ғана сперматогония или овогония болып өзгереді. Олар бізде жыныс жасушаларының бастамалары. Негіздің қалаушы дейікші. Все. Қайдан келгенін бір танысып шықтық. Тағы да бір түсіндіріп кетейік. Мысалы, бұл вообще негізі 7-ші аптада болады. Жаңағы келген жасушалар типа құжат алады и болашақ жұмысқа дайын болады екен. Получается, бұлар тоже көбею кезеңі через митоз жүретінін дәлелдей аламыз. Жаңағы жасушалар кірді ғой, жасушалар кірді. Допустим, мынандай үлкен бір жасуша кірді. Ол жасуша екіге бөлінеді через митоз. 1, 2. Бұл тоже өз кезегінде көбею үшін тағы да екіге бөлінеді. 1, 2 деп. Мынау да бөлінеді. И пока осылай миллион рет через митоз көбейіп алады, сонда бізде осындай теңдеу шығады екен. 2n, 2c. То есть, бұлардың құрамы қазір бізде қандай? 2n, 2c болады екен. Бұл бізде сперматогония. Енді бұны талдамас бұрын бізде андай, давайте хромосомалардың қазіргі сперматогонияның көрінісін талдайық. Мынау бізде хромосома. Неге хромосома бұлай көрінетін болса, бұлар неге мынандай десеңіздер, бұлар әлі
репликацияланбаған, то есть екі еселенбеген әлі, пока шикі. То есть мамадан да бар, мама жақтан да бар хромосомалар, и папа жақтан да бар хромосомалар. Пока шикі, бұны өндіру керек. Хромосомалардың құрылысын талдайық. Бізде хромосомалар осындай хроматидадан құралады. Хроматидадан құралады, и мынау домалағы екеуін байланыстырып тұратын центромера. То есть условно мына половинасы 0,5 болса, мына половинасы 0,5 болса, осының арасын қосып тұратын құрылымды біз центромера деп айтамыз. Сонда бізде 1 деп аталатын таза хромосома шығады екен. 2n 2c деп не үшін тұр? 2c деген сөз бізде хроматида. Хроматида деген сөзден шығады. Хроматида деген сөзден шығады. 2c. Неге? Өйткені мұнда 2 сызық тұр ғой, 2 хроматида тұр. 2n неге? Мынау 1n, мынау 1n. Сонда n плюс n тең 2n. Мынада тоже солай. c плюс c тең 2c. Болды. Бұл бізде көбею кезеңі. Көбею кезеңі. Когда через митоз, жаңағы енді эмбрион дамып жатқан кезде, біздің сперматогонияларымыз көбейіп алатын кезең. 2n 2c. Енді бұл сперматогониялар ары қарай даму керек. Ол кезеңді біз өсу кезеңі деп айтамыз. Өсу кезеңі. Өсу кезеңі. Өсу кезеңі тура жаңағы интерфаза сатысы сияқты. Интерфазада не өтеді? Бізде жасуша қоректік заттарды жинайды. Қоректік заттарды жинайды. Қоректік заттарды жинайды. Жазып отырсың ба? Жазсай. Қоректік заттарды жинайды. И плюс бізде интерфазада ДНК екі еселенеді. То есть оқушылар, мынау хроматида деген ол 1 ДНК-ны білдіреді. 1-ді 2-ге көбейткен кезде, 2-ге көбейту деген ол репликация. Сонда біз 1-ді 2-ге көбейтсек, 2 шығады. Получается 2 ДНК болады. 2-ге көбейту деген ол репликация, запоминай. Түсіндің ғой? Интерфазада уже мынау сперматогония өсті. 4 есе ұлғаяды. Прикинь, нән болып кетеді ғой? Ұлғаяды. 4 есе ұлғаяды. Сол ұлғайған кезде уже интерфаза сатысында біз бұны бірінші реттік сперматоцит деп айтамыз. Сперматоцит. Бұның хромосома жиынтығы 2n4c болады. Не үшін? 4c, ол уже понятно. 4 хроматидасы бар. 4 хроматидасы бар. Енді мынау тоже өзін екі еселейді. Тура жаңағы копиясы пайда болады. Бұл бізде екі еселенеді тоже. Мынау тоже екі еселенеді. Қарап тұрмайды ғой? Екі еселеніп көбейіп болады. Сонда бізде 2n4c болады екен. 4 хроматида болады уже. Өйткені ДНК-лар көбейді ғой, мынау ДНК-сы. Екі еселенді. Бірге 2-ні көбейте саласың. 2 еселенді. Бірақ мына жақта әлі күнге дейін 46 штук хромосомасы тұр. Просто осы хромосоманың құрамындағы хроматидалар бірін көбейтті. Неге? Өйткені жұмыс істеу, яғни генетикалық ақпаратты өзгертпей, жаңағы пахырлар санын көбейтеді. Пахырлар деген мына жақта жазылған ақпараттар. Сол ақпарат санын более икемді етіп, более көбірек етіп, не істеп алады? Көбейтіп алады. 2n4c деп осы үшін айтылады. И бұл жақта 46 хромосома, но 46 хромосоманың құрамында 92 хроматида болады. 92 хроматида. Міне, мына жақта 1 хроматида, 2-ші хроматида, 3-ші хроматида, 4-ші хроматида. Вот, 4-ці шықты. 2n деген бұл бізде диплоидты деп айтады. Диплоидты. Бұл әлі күнге дейін 46 болып тұрған соң. Все. Кетті ол. Түсінікті болса, давай мейозға өтейік. Мейоз. Мейоз сатысы. Бұны біз пісіп жетілу кезеңі деп айтамыз. Пісіп жетілу. Жазып отырсың ба, жазсай. Пісіп жетілу кезеңі. Пісіп жетілу кезеңі. Бұл жақта жаңағы біздің бірінші реттік сперматоцит
мейоз арқылы бірінші ыдырап алады, екіге бөлінеді. Мейоздың целі қандай? Мына жақта тұрған центромералық байланысты үзу керек. Центромераны үзілетіндей ету керек. Түсінесің ғой? Центромераны үзілетіндей. Сөйтіп, мейоздың әсерінен бізде бірінші реттік сперматоцит екіге бөлінеді. Уже хромосома саны 2 есе азаяды. Мына жақта 46 болса, мынау сперматоцитта 46 болса, мына жақта өзі екеуіне бөлінген кезде 23-23 болады. Но хроматида саны әлі күнге дейін 2. Но уже араласқан, видишь? Араласып кеткен уже. 2N 4C уже N2 C-ға ауысады екен. Одан кейін бізде бұның өзі де бөлінеді. Бұл бөлімді, мынау мейоз біріншіні біз редукциялық бөлім деп айтамыз. Редукциялық. Неге? Өйткені мынау 2N4C-дан буквально азайып кетеді. 2 есе азаяды. Одан кейін мына бөлімді екінші реттік сперматоцит қалыптасты ғой жаңа бөлінген кезде. Қалыптасты. Сол екінші реттік сперматоцит өзі де тағы бөлінеді екен. Каждый 2-ге. Бұл бөлімді біз эквациондық бөлім деп айтамыз. Немесе эквациялық. Эквациондық. То есть equal деген сөзден шығады. Equal. Тең. Немесе равно. Равный бөліну. Екінші реттік сперматоциттер тағы да 2-ге бөлінеді. Бұл жолы уже хроматидалар мынау байланыс үзіліп азырайды екен. Уже бізде пайда болған жасушаларды біз сперматидалар деп атаймыз уже. Сперматидалар деп аталады. Неге? Уже NC. Бұлар уже пока что тоже шика болады екен. Шика, потому что бізде именно сперматогенезде ерекше саты болады, ол қалыптасу кезеңі. Немесе 11-ші сыныптың вроде бы екінші бөлімінде ма спермиогенез деп аталатын саты бар. Сол ғой? Спермиогенез. Уже мынау NC деп аталатын біздің гаметаларымыз эволюциялық типа көтеріледі өздері, дамиды тағы да, қалыптасады. Бұл жақта уже сперматидалар жай ғана дөңгелек жасуша емес, уже сперматозоидқа тән пішінге ие болады. Сперматозоид деген андай ғой. Осындай ғой. Енді мынау сперматидалар осылай өзгереді. Біріншіден бұларда ядросы тығыздалады. Жаз осыны. Ядросы тығыздалады. Потом міне құйрығы өсіп шығады. Құйрығы өседі. Молодец. Потом мынаны жазып ал. Сосын мыналардың бастарында мынандай бір нені көріп тұрсың ғой, қалай сезім болады. Мынаны көріп тұрсың ба? Каждыйында осындай бір линия бар. Алды жақтарында. Бұны біз акросома деп айтамыз. Бұл басындағы арнайы қапшық түзіледі. Ол, жаңағы жұмыртқа жасушасы бар ғой. Жұмыртқа жасушасына ену үшін бұның басында лизосомалар жинақталады. Как раз таки осы лизосомалардың арқасында жаңағы мынау жұмыртқа жасушасына сперматозоидтар енеді екен. Лизосома болғандықтан. Құйрығында көп мөлшерде митохондрия болады. Митохондрия ол бізде АТФ-та. АТФ деген не? Ол энергия. Энергия болған соң, мына құйрықшалары тез қозғалады. Тиктоктағы приколдар сияқты. Тез қозғалады, и осылай бізде нағыз қозғалғыш сперматозоид пайда болады. NC арқылы. Все. Давай не істейік. Қорытындылап жіберейік. Біріншісі бізде көбею кезеңі болды. Көбею кезеңінің нәтижесі бізде сперматогония болды. Сперматогонияның көрінісі 2N, 2C. Бұл пока шикі 46 хромосомасы бар. Одан кейін
Мына жақта бізде өсу кезеңі болды. Өсу кезеңі. Бұл сперматогония өсі болады, ДНК-сы көбейеді. Кәдімгі интерфазадан өтеді. Репликациясы жүреді. Осының әсерінде бізде бірінші реттік сперматоцит түзіледі. Бұның көрінісі 2N4-сы. 2N деген 46 штук хромосомасы бар. Но сол 46 штук хромосоманың ішінде 92 хроматидасы бар, жіпшелері. Одан кейін бұл миоздан өтеді. Дайындалды ғой, уже дайын миозға. Миозға дайын. Бұл кезде бізде пісіп жетілу кезеңі. Пісіп жетілу кезеңі. Вот. Пісіп жетілу кезеңінде өзі 2-ден болады. Бірінші миоз болады. Жалпы азайтып болады, редукциялық кезең. Азайтып болады, редукция. Азайған кезде N2C деген көрініске болады. Потом бұған мына жақта тұрған центромерадан құтылу керек қой. Центромерадан құтылу керек. Тағы құтылу үшін бұл эквационды периодты жасайды. Эквационды. Бұның көрінісі NC болады. Сөйтіп, бұлар NC деген әлі шикі. Бұл дұрыстап қалыптасу керек. Қалыптасу или қалыптасу дұрыс. Қалыптасу кезінде жаңағы акросома, құйрықтары, басы, ядросы тығыздалады дегендер. Надеюсь, сен полностью жазып шықтың. Жаңағы жұмыртқа жасушаларына байланысты бүгін тоже салып қоям. Сәлден соң қарасаң болады. Сұрақтарың болса, жаз, қысылма. Главное, өзіңе сен. Удачи.